Үш қыз ертегісі. Ертеде бір кедей әйелдің 3 қызы болыпты. Солардың қарнын тойдырып, киіндіріп, қатарынан кем қылмай өсіру үшін әйел күндіз-түні тыным таппай еңбектеніпті. Қарлығаштың балапандарындай қауырсындары қатып, қыздар бой жетеді. Ай жүзді аруларға елдің көзі түспей қойсын ба? Бірінен соң бірі құда түсіп, қыздар ұшқан ұясын тастап, әрқайсысы өз алдына тұрмыс құрады. Әйел де қартайып, босағасында жалғыз қалады. Ермегі елгезек тиын болатын. Ағаштан ағашқа секірген тиын көңілін қайғы басса шер тарқатып, әңгімелесетінде сол тиын екен. Осылай күн артынан күндер өтеді. Бірде кемпір науқастанып, төсек тартып жатып қалады. Досым, тиын, сен қыздарыма хабар жеткіз, көзімнің тірісінде бақұлдасып қалайын дейді кемпір. Тиын ең алдымен кемпірдің үлкен қызына келіп, оның тілегін жеткізеді. Қап, барар едім, бірақ мына 2 керсенді тазалап жатыр едім, дейді үлкен қызы, қолы тимей, мұрнына тіреліп жатқандай кейіп білдіреді. Сен 2 керсенді тазалап алайын дейсің бе? Онда мәңгі бақи солардан айырылмай өт, дейді тиын ашуланып. Осыны айтқанда, үстел үстінде тұрған 2 керсен жерге қарғып түсіп, бірі қыздың алдынан, екіншісі артынан жабысады да, қыз гүрс етіп құлап, үлкен тасбақаға айналады. Тиын енді ортаншы қызға келіп, анасының хабарын айтады. Ойпырмай-ай, анама қазір-ақ шауып жетер едім ау, бірақ жәрмеңкеге мата тоқып апаруға үлгере алмай жатырмын, деп ортаншы қыз күйінген сыңай танытады. Мата тоқып жатырмын дейсің бе? Онда мәңгі бақи соны тоқып өт, дейді. Тиын ызаға булығып жүгіріп кетеді. Ортаншы қыз өрмекшіге айналады да жорғалай жөнеледі. Тиын асығып кемпірдің кенже қызына келеді. Ол қамыр илеп жатыр екен. Қайғылы хабарды естіген қыз ләм-мим демей қолының қамырын да тазаламастан жан ұшырып анасына жүгіреді. Анасының көзінің тірісінде жеткен қыз оның ақырғы сәттерін қуанышқа бөлейді. Менің қадірлім, алтыным, адамзатқа әрдайым қуаныш әкелуші бол. Сонда адамдар сенің немере шөбереңді ұрпағыңдар тақтайды, дейді тиын қызға. Шындығында да солай болып, кіші қыз көп жасап, оны барлық адам қастерлеп сүйіп өтеді. Күндердің бір күнінде кіші қыздың да өмірден қоштасар мезгілі жетіп, ол бал арасына айналыпты. Аралар бүкіл жаз бойына тыным таппай, адам баласы үшін бал жинаумен әлек. Қай уақытта да қарасаң, оның алдыңғы 2 аяғы тәтті қамырға малулы. Ал қыс айында айналасындағы барлық жәндік ғайып болғанда, ара омартаға, жылы ұяға кіріп алып, жан рақатын табады. Оянса, бал мен қант жейді. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңмен бөліс.